Әлемдегі ең ұзын әйел өз өмірі жайлы айтып берді. Видеоны бастамас бұрын плюс батырмасын басып, лайк баса кетіңіз. Түркияның Сафранболу қаласының тұрғыны Румейса Гелги әлемдегі ең ұзын әйел. Ол туралы ақпарат Гиннестің рекордтар кітабының сайтында жарияланған. Румейса сұхбатында өз өмірі жайлы айтып берді. 24 жастағы Румейса Гелгидің бойы 2,15 сантиметрге тең. Оның бойын Гиннестің рекордтар кітабының өкілдері 2021 жылдың 23 мамырында өлшеген. Ал бұған дейін Румейса жасөспірімдер арасында ең ұзын қыз болған. 2014 жылы арудың бойы 2,13 сантиметрге тең болған. Румейса Гелги бойының ұзын болуы сирек кездесетін генетикалық ауру Уивер синдромымен байланыстырады. Бойдың ұзын болуы ауру белгілерінің бірі. Румейса бұл аурумен ауыратын Түркияның тарихындағы алғашқы пациент болған. Әдетте қыз мүгедектерге арналған арбамен қозғалады, бірақ жүріс арбасының көмегімен өз бетінше жүре алады. Гелгидің сөзінше, отбасы және оны қоршаған адамдар рекордмен мақтанады және үнемі қолдау көрсетеді. Дегенмен бала күнінде мазақтағандар да болған, ал қазір Гелги көпшіліктің сұрағын ұнатпайды. Әйткенмен бұл қыздың көңіл күйін түсірмейді. Қазір әлемдегі ең ұзын ер адам Сұлтан Көсен де Түркияда тұрады. Оның бойы 2,51 сантиметрге тең. Гелги онымен ешқашан кездеспегенін, бірақ жолыққысы келетінін айтады. Адамзат тарихындағы ең ұзын әйел Цзэн Цзиньлян, оның бойы 2,46 сантиметрге тең.